Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы жерде тұрған асқабақ пен алмалардан өзімнің фирменный пирогымды дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен бәрін жақсылап жуып алайын. Бұл жерде пирогты 2 порциясынан дайындайтын боламын. Сол себепті барлық қажетті заттарды 2 есе артық алдым. Мінекей асқабақтан бастадым. Бұл жерде өзіме қажетті бөлігін бөліп алып, ішін тазалап, сыртындағы қабығын аршып, жұқа және кішірек бөліктерге бөліп турап аламын. Шамамен 600 граммдай асқабақты турап аламын. Алмалардың қабығын аршымай-ақ, тек қана ішін тазалап, осындай бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Енді қызып тұрған табаға 100 грамм сары май салып ерітіп аламыз. Осыған 70 грамм қант салып, жақсылап араластырамын. Келесі кезекте туралған асқабақты салып, баяу отта 15 минут бұқтырамын. Енді алмасын саламын. Екеуін араластырып, тағы да 5 минут баяу отта бұқтырамын. Енді үстіне мускатный орех, қазақша жұпар жаңғағы дейді. Осыдан жарты шай қасық қосамын. Корица, бұдан 1 шай қасық. Имбирь, қазақша зімбір дейді енді. Бірінші естідім зімбір дегенді. Бұдан да жарты шай қасық. Бәрін жақсылап араластырып алайын. Иісі деген аңқып шығып жатыр. Сондықтан дайын болған пирог та өте дәмді, әдемі болады. Пирогтың салмасы дайын. Енді жарты сағатқа қалдырып, суытып аламын. Сол уақыт аралығында қамырын жасап аламын. Бұл жерде 3 стақан ұн, 1 пачка майлы маргаринді үккіштен өткізіп аламын. Ол ыңғайлы болу үшін ұнды сеуіп отырып, неке дәл осылай жақсылап ұсақтап аламын. Жаңағы майымызды ұнмен жақсылап араластырып аламыз. Қант қосамын. Бұл жерде 50 грамм қант.
Бәрін жақсылап араластырамыз. Бір пачка ванилин саламын. Бір пачка разрыхлитель. 3 қасық қаймақ. 3 жұмыртқаның сарысын. Шамалы ғана тұз қосамын. Енді осының бәрін араластырамын. Жұмсақ етіп қамыр илеймін. Мінекей өте әдемі жұмсақ қамыр болды. Енді осы қалпында жарты сағат тоңазытқышта ұстаймын. Уақыт өтті. Диаметр 30 см форма алдым. Түбіне майын құйып, жақсылап жағамын. Түбіне шамалы сухари себемін. Жеткілікті. Енді қамырын дайындап аламыз. Қамырды екіге бөліп аламын. Қамырды домалатып жазып алдым. Енді жайлап форманың ішіне саламын. Дәл осылай. Ал енді дайындаған салма пирогтан ағып кетпес үшін крахмал қосып аламын. Енді осы начинканы ішіне саламын. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Мінекей, салмасы салынды. Енді екінші бетін дайындаймын. Астыңғы және үстіңгі қамырды осылай бірін-біріне жабыстырып, айналдырып шығамын. Пирогтың артық ылғалы шығу үшін осылай вилкамен қамырдың бетін тесіп шығамын. Енді 200 градуста қызып тұрған духовкаға 40 минутқа қоямын. Так, пирог духовкадан шықты. Қазір енді кесіп көрсетемін. Достар, осы видеоны басынан соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Және сіздерден сұрайтыным, осындай қазақша видеоларды жандандырып, олардың халық арасында қаралуын көбейту үшін достарыңызбен, ағайын туыс бауырларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және менің каналымның өсіп өркендеуіне ат салысып отырыңыздар. Ол үшін лайк немесе дизлайк басып, сұрақтарыңыз туындап жатса,
қойып отырыңыздар. Сіздер де дәл осындай пирог дайындап, отбасыларыңызбен бірге тәтті шай ішіңіздер. Ал енді осы каналда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.